Ассаламалейкум, қазақ елі. Бұл Андыбаев Ринат, жобалаушы, дизайнер, архитектор. Видео бастамас бұрын видеоның астында қызыл подписаться дейтін батыман басып, каналға тіркеліңіздер. Сонымен бұл видеода мен сіздерге кереметтей пайдалы қазба байлықтары жоқ, кейбір елдердің табыс көзіне айналған, біздің елімізде енді дамып бастап жатқан туризм жайлы, және осы саланың архитектураға, жобалауға, дизайнға қаншалықты қатысы бар екен жайында айтамын. Сонымен бұл видео жалпы 3 бөлімге бөлінеді. Біріншісі, ең бастысы, жалпы туризм жайлы түсінік, оның қанша түрлері бар, оның жалпы қаншалықты пайдасы бар. Екіншісі, туризмнің архитектураға, жобалауға қаншалықты қатысы бар. Үшінші сұрақ, бұл Қазақстандағы жалпы жағдай, Қазақстандағы туризм неге жай дамып жатыр. Бәріміз білеміз, көбіміз білеміз деп ойлаймын. Біздің замандастарымыз 90-шы жылдарда, оның алдында 80-шы жылдарда туылғандар. Туризм саласына біз ондай керім мән беріп қараған жоқпыз, аса мән беріп. Себебі мектепте бізде оны бір керім бір сала, мамандық деп те оқытқан жоқ. Жалпы түсінік болды, туризм, турист дейтінді білетін болдық. Бірақ мән берген жоқпыз оған. Мектеп бітірерде де біздерге мұғалімдер ондай туризм саласына бар деп айтқан да жоқ. Бізге мектеп бітірерде тек қана мұнайшы бол, құрылысшы бол деді, дәрігер, заңгер, аудармашы, бухгалтер, металлург деген сияқты мамандықтар таңдаңдар деп біздерге апайларымыз айтатын да. Бірақ енді қазіргі заман көріп жатырмыз, өз көзімізден, интернеттен көріп жатырмыз. Заман қарқынды дамып өзгеріп жатыр да. Біздің қазіргі білетін мұнайшы, ең көп табады деген мұнайшы аналитиктердің айтуы бойынша болашақта мүлдем керек емес дейді. Ал біз мән бермей жүрген туризм саласы болашақта ол тіпті мұнайшылардан да асып кетуі мүмкін. Сондай болжам бар. Ол енді бір жағынан шындыққа жанасады. Енді статистикаға келейік, дүниежүзілік статистикаға. Дүниежүзілік туризм ұйымының есептеуі бойынша 2014 жылғы туризмнен ең көп кіріс кіргізген елдер төмендегідей. Ең көбі бірінші орында тұрған Америка құрама штаттары екен. 177,2 миллиард ақш доллары. Оның алдында олар бір жыл бұрын 2010 жыл 172,9 миллиард табыс тапқан екен. Бір жылда 5 миллиард долларға олар көтеріліп тұр. Одан кейін Испания, Қытай, Франция, Макао, Италия, Ұлыбритания, Германия, Таиланд, Гонконг, Австралия, ең соңында Түркия кіріп тұр екен да. Түркия 2014 жылы 29,5 миллиард доллар, яғни шамамен 30 миллиард доллар кіргізген екен. Және бұл баға осымен тоқтап тұрған жоқ, бұл жыл сайын өсіп жатыр. Себебі кейбір елдерде туризм дамып кетті, ал кейбір елдерде енді қарқын алып жатыр. Яғни туристерді тартуға көптеген жеңілдіктер жасалып жатыр. Сол себепті қазір көптеген елдер арасында белгілі бір уақытқа визасыз баруға болады, және осындай жеңілдіктер жылдан жылға жасалып, жылдан жылға жеңілдетіліп жатыр. Сонымен туризмнің мынадай басты түрлері бар екен. Біріншісі мәдени танымдық туризмі ең кең таралғаны, одан кейін іскерлік туризм, одан кейін сауықтыру туризмі, спорт туризмі, этнотуризм, тау туризмі, аңшылық, балық аулау туризмі және діни туризмі. Бұдан да көп түрлері бар. Бұлар ең көп таралған басты түрлері. Мәдени танымдық туризм. Қазақстанға жалпы
қазақтардың заманауи мәдениетін, өмірін көргісі келетін туристер әсіресе Нұрсұлтан қаласы, Алматы қаласы, Шымкент қалаларына келеді екен. Енді Қазақстандағы бұлар ең ірі қалалар, мегаполистер. Және осы мәдени танымдық туризмге тарихи ескерткіштер, тарихи қалалар, яғни жалпы тарихи архитектура кіреді. Қазақстанда ол туралы айтатын біраз нәрселер бар. Қазақстанның үстімен әлемге әйгілі Ұлы Жібек жолы өтті. Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалар, яғни Түркістан, Отырар, Сауран, Сайрам, Созақ, Сығанақ, Жайықтың бойындағы Сарайшық қалалары бар. Туристерді басты қызықтыратын осы көне тарихи орындар. Және осы жерде айта кететін бір қызықты дерек бар. Бізде Қазақстандағы жаңа тарихи қалалардың тек қана орны бар көбінесе. Ал көршілес Өзбекстан мемлекетінде тарихи қалалар әлі онда адамдар тұрады. Бәріміз білеміз. Самарқанд, Бұхара, Хиуа, Қоқан, Термез, Ташкент. Ол жақта тарихи архитектура, тарихи ескерткіштер өте жақсы сақталған. Енді мына қызықты қараңыздар. Туризмнің дәл осы саласына келген кезде көршілес Өзбекстан біздің Қазақстанда туризмге бәсекелес болып тұр, яғни конкурент. Тек қана туризмнің осы саласында. Енді сол статистикаға қарайық. 2005 жылы Өзбекстанға небәрі 240 мың турист келген екен 117 елден. 12 жылдан кейін, яғни 2017 жылы 2,5 миллион турист келген, 10 есе өсіп кеткен баға. Енді қызықтаңыз, бір жылдың ішінде, яғни 2018 жылы 5 миллион 346 мың турист келген, яғни 2017 жылға қарағанда 2 есе өскен. 2019 жылы 6 миллион 748 мың турист келген. Ең қызығы, осы 6 миллион 700 мың туристің 4 миллионнан астамы тек қана Самарқанд пен Бұхара қаласына келген. Ойлап қараңыздар, екі қалаға 4 миллионнан астам турист келген. Осы жерден түсінген боларсыздар, тарихи архитектура, яғни тарихи ескерткіштер, тарихи орындар туристерге өте қатты әсер етеді. Осы Самарқанд пен Бұхара қаласында тарихи осындай архитектура, тарихи құрылыстар, тарихи ескерткіштер өте жақсы сақталған және ондай өте көп. Міне ол сол әсерін беріп жатыр. Сонымен бұдан белгілі болған нәрсе тарихи архитектура туризммен өте тығыз байланысты екен. Бұл тек қана Өзбекстанға емес, жалпы тарихи орындары бар, тарихи архитектурасы, ескерткіші бар елдерге қатысты. Еуропадағы, Азиядағы көп мемлекеттер осының арқасында, тарихи архитектурасының арқасында туризмді жоғары деңгейде ұстап отыр. Егер Қазақстанның қалаларын басқа шетелдердегі қалалармен, мысалы Дубай, Доха, Куала-Лумпур, Сеул, Токио сияқты, Шанхай, Гонконг сияқты қалалармен салыстырсақ, ең басты айырмашылығы көретініміз не ол? Ол олардың архитектурасының алда дамып кеткені. Яғни айырмашылығы архитектурада. Біздікі де енді дамып жатыр, бірақ оларға жете қойған жоқ. Сол себепті сол елдердегі сол қалаларға барып, сол ірі құрылыстар, көп қабатты үйлер, көп қабатты қонақ үйлер, офистердің алдында тұрып фотоға түсу, соларды фонға алып, әдемі фото жасау, видео жасау, селфи жасау, жалпы бүкіл адамдардың, қазақ болсын, орыс болсын, шетелдік әнші, актерлар болсын, солардың арасында бір әдетке айналып кетті. Осы жерден түсінікті болды, туристерді қазіргі заманауи архитектура, заманауи дизайн өте қатты қызықтырады екен. Осы жерде бір қызықты дерек бар. Оны көп адамдар түсінбейді, мән бермейді. Оған тіпті айтқаннан кейін де оған сенбеуі мүмкін. Оған тек қана мән беретін, сенетін адамдар, ол кімдер? Ол реклама жасайтын адамдар, яғни маркетингті меңгерген адамдар. Жаңағыдай әдемі жерлерде видео жасау, селфи жасау, фотоға түсу, ол не екенін білесіздер ма? Ол дайын реклама. Қазақтар солай видеоға, фотоға түсіп, реклама жасап жатқандарын өздері білмейді, сезбейді. Сол фотоларды, видеоларды көрген адамдар оған қызығады, сол елдерге барғысы келеді, соған талпынады. Және ол тек қана фото, видеоны көрсетіп қоймайды, ол аздай, ол шетелге барып келген адамдар, таныстарына, достарына, ағайындарына сол жақта болған қызықты оқиғаларын айтады, жеген тамақтарын айтады, сатып алған неше түрлі заттарын көрсетеді, киімдерін көрсетеді.
және қалай арзан бағаға баруға болады, қай уақытта бару керек екенін түрлі осындай қызықты нәрселерді айтып, олардың аузының суын ағызады. Міне бұл ең тап-таза реклама. Маркетологтардың арасында мынадай бір мақал, бір қағида бар. Ең жақсы жарнама ол риза болып кеткен клиент деген. Міне осындай рекламаны естігеннен кейін адам қызыққаннан кейін ол елге, шетелге баруға талпынады, ақша жинайды, ақшасы болмаса қарыз алады, кредит алады, әйтеуір бірдеңе қылып барады. Оны енді бәріміз көріп жүрміз, естіп жүрміз, оны дәлелдемей-ақ қояйын. Сол себепті біздің қазақтардың көбісінің шетелде демалуы осы рекламаға байланысты. Бұл не? Бұл рекламаның, маркетингтің құдіреті. Енді осыдан мәлім болды, тарихи архитектура, заманауи архитектура туризмге тікелей байланысты екен. Сонымен ең соңғы бөлімге келейік. Қазақстанда туризм неге нашар дамыған? Бұған мен неге тоқталдым? Бұл қазақтардың болашағы, тағдыры, Қазақстанның бүкіл мемлекеттің болашағы. Сонымен Қазақстанда туризмнің нашар дамуының себептерінің бірі осы архитектура мен дизайнның нашар дамуы. Вот о чем думал архитектор этого места? Я не понимаю. Ну как можно было вот эту коробку построить здесь, а? В таком прекрасном месте. Ой, дизайн деген понятие жоқ. Екіншісі, жарнама, маркетинг әлсіз, немесе профессионал дәрежеде емес. Үшінші, туристік фирмалар аз. Төртінші, профессионал мамандар аз. Бесіншісі, туристерді қызықтыратын демалыс орындары, ойын-сауық орындары аз және сапасыз. Алтыншысы, қымбатшылық. Әуе жолы болсын, темір жол болсын, қонақ үйлер, жалға берілетін коттедждер, мансардтар бізде қымбат. Жетіншісі, қызмет көрсету сапасы төмен. Көп жерлерге баратын маршруттар, автобустар, таксилер жоқ. Одан қалса ол транспорттар ескі, пойыздар ескі, іші лас. Қонақ үйлердің қызметі шетелдердегі жоғары дәрежеде емес. Сегізіншісі, ол бүкіл қазақ білетін Қазақстандағы жол, яғни асфальт. Тоғызыншы, туризм жайлы елде оқу орындары, оқу курстары, университет, институттар аз, және болғанның өзінде де ол жақта білім сапасы дамыған елдердегідей емес. Сонымен қазақ елі, бұл видеода мен сіздерге архитектураның, дизайнның туризмге қаншалықты тығыз байланысты екенін айттым. Және туризм болашақтың мамандығы, туризм кризиске қарамайтын мамандық, туризм бүкіл Қазақстанның болашағы екенін айттым. Және Қазақстанда енді қарқын алып, енді дамып жатқан сала маркетинг жайлы аз да болса мағлұмат бердім деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға, ағайындарыңызға таратыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса коммент жазыңыздар. Және мен бұл видеоны осы ораза айында берілген бір пітір садақа деп есептеймін. Неге айтайын ба? Мен тіпті бұны пітір садақадан артық деп есептеймін. Себебі пітір садақа сіз біреуге тамақ бересіз, немесе киім бересіз, ақша бересіз, ақша бітеді, киім тозады, тамақ желінеді, ішіледі, бітеді. Ал білім бұл сізді болашақта да асырайды, өлгенше асырайды. Абай атамыз айтқандай, мал жұтайды, өнер жұтамайды. Сонымен қазақ елі осындай пайдалы дүниелер қарайық, болашағымызға қам жасайық, Қазақстанның болашағына атсалсайық. Сіздермен бірге болған Ындыбаев Ринат. Келесі кездескенше аман болыңыздар.